Сәлеметсіздер ме, 4-ші сынып білім алушылары? Мен Бақтыбаева Айзат Өмірзаққызы, Ақтөбе облысы, Шалқар қаласы, номері 1 мектеп гимназиясы, коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бастауыш сынып мұғалімі. Қазақ тілі пәні бойынша қашықтықтан оқыту сабағымызды бастаймыз. Ортақ тақырып болашаққа саяхат. Сабақтың тақырыбы үстеу. Оқу мақсаты: тыңдалған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру. Үстеуді мағынасына қарай ажырату, етістікпен байланыстырып, сөйлемде қолдану. Бүгінгі сабақта мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар қоясың. Үстеулерді қатыстырып сөйлем құрайсың. Сөйлемнен үстеулерді табасың. Іс-әрекеттің мезгілін, мекенін, сын қимылын білдіретін сөз табын үстеу дейміз. Үстеу қашан, қайда, қалай деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, Маржан жаздай ауылда демалады. Маржан жаздай қайда демалады? Ауылда. Бұл сөйлемде ауылда деген сөз үстеу болып тұр. Және қайда демалады? Ауылда демалады. Бұл сөйлемде үстеу етістікпен байланысып тұр. Мағыналық жағынан үстеу мезгіл үстеу, мекен үстеу, сын қимыл үстеу болып бөлінеді. Мезгіл үстеуі қашан, қашаннан деген сұрақтарға жауап береді. Мекен үстеу қайда, қайдан деген сұрақтарға жауап береді. Сын қимыл үстеу қалай, қайтып деген сұрақтарға жауап береді. Бүгінгі сабақта біз мезгіл үстеулеріне тоқталатын боламыз. Қашан сұрағына жауап беретін үстеулерді мезгіл үстеулері деп атайды. Мысалы, Арман сабағын күндіз оқиды. Арман сабағын қашан оқиды? Күндіз оқиды. Яғни, бұл сөйлемде мезгіл үстеуі күндіз деген сөз. Күндіз не істейді? Оқиды. Қашан оқиды? Күндіз. Яғни, бұл сөйлемде мезгіл үстеуі етістікпен байланысып тұр. Оқылым және айтылым. 7-ші жаттығу. Мәтінді оқы. Наралтай мен Нәр ойнап отырып, бір-бірінің болашақта кім болатынын сұрайды. Наралтай: мен ғарышкер боламын, айға ұшамын, дейді. Нәр: мен де ғарышкер боламын, сен бүгін айға ұшсаң, мен ертең күнге ұшамын, дейді. Сонда Наралтай күліп: күннің беті жанып жатқан от қой, оған қонсаң, жанып кетпейсің бе? Деді. Сонда Нәр: мен онда күннің бетіне түнде қонамын деген екен. Жәди Шәкен. Тапсырма: мәтіннің мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырып, жауап бер. Ол үшін сенің ойыңша қалай ойлайсың, неліктен сөздерін пайдалан. Мысалы, сенің ойыңша күннің бетіне қонуға бола ма? Мәтіндегі үстеулерді тауып, мағынасын түсіндір. Олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын айт. Мысалы, мен онда күннің бетіне түнде қонамын. Мен онда күннің бетіне қашан қонамын? Түнде. Түнде не істеймін? Қонамын.
Бұл сөйлемдегі түнде деген үстеу қонамын деген етістікпен байланысып тұр. Оқылым және жазылым. 8-ші жаттығу. Мақалды оқып, жатқа жаз. Ерте шықсаң, алдыңнан күн шығады. Кеш шықсаң, алдыңнан түн шығады. Тапсырма. Мезгіл үстеулерді тауып, астынсыз. Олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын айт. Ерте шықсаң, алдыңнан күн шығады. Қашан шықсаң? Ерте. Мезгіл үстеуі ерте. Ерте не істесең, шықсаң. Яғни бұл сөйлемде ол шықсаң деген етістікпен байланысып тұр. Оқылым және жазылым. 10-ші жаттығу. Жасырылған сөйлемді таңбаға сәйкес әріптердің көмегімен тауып, оқы және жаз. Ал қанеки балалар, жазып көрейік. Әрине, бүгінгі күн, ертеңгі тарих деген сөйлем шығады екен. Үйге тапсырма. 9-ші жаттығу. Сөздердің сыңарын тауып, әрқайсысымен сөйлем құрап жаз. Бұрын, бүгін, таң сәріде, қысты күні. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.